Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі күндеріңізде қана жақсылыққа толы болсын дегім келеді. Менің бүгінгі видеоблогымда жалпы осындай кереметте құлпынай туралы айтатын болам. Құлпынайдың қандай сорттары бар, құлпынайдың қандай түрлері бар, сол туралы нақты айтып берем, қандай дәрумендер құрамында кездеседі. Видеоны соңына дейін толық көріңіз, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, подписка жасап қойыңыз. Комментарий қалдырсаңыз да керемет болады әрине. Баршаңызға мың алғыс. Құлпынай өте тәтті, хош иісті жемістердің бірі. Жалпы құлпынайдың бұл негізгі отаны солтүстік және де оңтүстік Америка. Қазіргі таңда 20-дан аса түрі бар. Қазақстанда Алматы, Жетісу, Қызылорда және де Түркістан облыстарында өте көп өсіріледі. Қазір жылыжайларда да мынау парилканың ішінде өсіріліп жатыр әрине. Құлпынайдың пайдасына келетін болсақ, құрамында А дәрумені бар. А дәрумені өте көп, ол көздің жақсы көруіне көмектеседі. Сонымен қатар С дәрумені де бар. С дәруменін баршаңыз білесіздер, иммунитетті жақсартады, жақсы көтереді, және де антиоксиданттарға өте бай. Бұл антиоксиданттар біздің қартаюымызды баяулатады, және де біздің организмдегі рак ауруына қарсы тұратын керемет әсері бар керекті дәрумендер. Және де калий, магний, темір бар. Бұл біздің жүрегімізге өте пайдалы. Сонымен қатар ас қорытуға да жақсы көмектеседі. Бұның ішінде талшықтар, қышқылдар. Бұл біздің ішек жұмысын жақсартады, және де біздің асқазандағы қышқылдықты реттейді. Сонымен қатар косметология саласында да қазір керемет маскалар жасауға болады. Бетті жасартуға, бетті нәрлендіруге керемет көмек бере алады. Сонымен мен сіздерге жалпы бұл құлпынай туралы қызықты 3 факт айта кетейін. Бірінші факт, бұл құлпынай жалғыз ғана жеміс, жер бетінде дәндері сыртында орналасқан, сыртына шығып тұратын. Құлпынайдан басқа ондай жеміс жоқ. Екінші факт, бұл бір адам орташа есеппен алғанда жылына 3 кг мен 5 кг арасында құлпынай жейді екен. Үшінші факт, ең үлкен құлпынай Жапонияда өсірілген, салмағы 250 граммнан асады. Танымал құлпынай сорттарына келетін болсақ, альбион, бұл жемістер ірі болады. Мынау клубников шоколадеге көбіне осы альбион сортынан алады. Хош иісті болады. Сонымен қайта жеміс беретін сорты. Зенгана деген сорты бар. Танымал. Бұл суыққа өте төзімді келеді. Және де өте қатты, дәмі тәтті, жалпы классикалық сорты. Одан кейін клери деген сорты бар. Бұл да өте танымал. Ерте піседі, Италиядан шыққан, және де осы түрі де өте тәтті, және де бұл сорты шырынды болып келеді. Эль Санта деген сорты бар. Бұл да танымал 4-ші сорты. Бұл жемісі тығызда орналасады. Сонымен қатар тасымалдауға, басқа қалаларға алып баруға, тасуға өте ыңғайлы. Жылыжайларда да өсіруге өте қолайлы жемістің бір сорты. Жалпы құлпынайды көп жеңіздер, балаларға көп беріңіздер. Сезонында таза піскен құлпынайды көп жеңіздер. Әрдайым дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Баршаңызға мың алғыс.